Саламатсыздарма? Видеоға қош келдіңіздер. Бұл видео тақырыбы ВОП врач деген кім және ол қандай жұмыстар жасайды, сол туралы айтатын боламын. Бізде көп адамдар ВОП врач десе тек қана направление беретін врачтар деп ойлайды, немесе медик студенттер универде оқып жүрген кезде бізге тек қана ауруларды үйреткендіктен, мысалы жаңағы физиология, анатомия, гистология, патфиз, фармакология соларды ғана оқығандықтан біз ойлаймыз, біз врач болып жұмыс жасаған кезде пациентке диагноз қойып назначение береміз, біздің жұмысымыз сол ғана деп ойлауымыз мүмкін, бірақ бұл екеуі де дұрыс емес. ВОП врачтар и диагностика лечениемен, и плюс документация жұмыстарымен айналысады. Сондықтан осы видеода мен ВОП врач деген нақты қандай жұмыстар жасайды учаскада, солар туралы толықтай ақпарат беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы ВОП врач деген кім? 90 приказға сай ВОП врач семейный отбасылық дәрігер, бұл отбасы мүшелеріне алғашқы медициналық санитарлық көмекті көрсететін врач болып есептелінеді. Ал енді алғашқы медициналық санитарлық алғашқы көмек дегеніміз не ол? Бұл адам отбасы және қоғам деңгейінде көрсетілетін адамның денсаулығына байланысты аурулардың профилактикасы, диагностикасы, оларды емдеуге байланысты халықта болатын мұқтаждық болған кезде ең алғаш баратын медициналық мекемені айтамыз. Енді былай қарапайым айтатын болсақ, мысалы сізде участокта адам болады, участоктағы бала туғаннан бастап үлкен адамға дейін, яғни қайтыс болатын жасқа дейінгі бүкіл отбасы мүшелерінің барлығы денсаулыққа байланысты қандай да бір мәселе туындаса, ең бірінші баратын орны ол бізде осы медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету орны деп есептелінеді. Мысалы, бір пациент мысалы жүрегі ауырды, ол өзі іздеп мысалы кардиологқа барып, немесе кардиологқа барып қаралмайды, немесе біреуге справка керек, немесе жаңа бір әйел жүкті болды және ол учетқа тұру керек, ол барып өзі гинекологқа өз бетінше бармайды. Олардың барлығы ең бірінші өзінің участковый врачына барады және участковый врач дальше оған не істеу керектігін айтады, дальше оны бағыт көрсетеді. Енді медициналық алғашқы көмек көрсету орны бізде мысалы ауылдарда ол врачебный амбулатория болады, ал енді қалаларда ол поликлиника. Енді біз мысалы ВОПтар енді жұмысқа кірген кезде оларға участок беріледі. Ол обычно жаңа арнайы бір территорияға байланысты, немесе бір көшелерге байланысты бөліп береді. Мысалы, пример келтіріп айтатын болсақ, сіз кірдіңіз, сіздің участогыңыз мысалы 4-ші участок деп есептейік, және сізге 13-ші және 14-ші екі көшені берді. Былайша бір қаланың екі көшесін берді, және ол жерде сізде участокта общий ВОПтада 1700 адам болады, ал участкалық терапевттерде 2200 адам болады. Енді көп нелер менен сұрайды да, студенттер участкалық терапевт пен ВОПтың айырмашылығы қандай деп. Терапевттер тек взрослыйды ғана қабылдайды, ал ВОП бізде балаларды қабылдайды и плюс взрослыйды қабылдайды. Екеуінің разницасы сол. Яғни ВОП врач участкалық педиатрдың жұмысын жасайды, плюс участкалық терапевт. Яғни мұны екеуінің қосындысы бізде ВОП врач. Енді медсестраның санына келетін болсақ, ВОП врачтарда 3 медсестра болады. Мысалы, оның әрбірінің өзінің жұмысы болады. Біріншісі сізбен приемда отыратын болса, екіншісі ол пациентті скринингке шақырады, мысалы көше аралайды деген сияқты өздерінің жұмыстары болады. Олардың барлығы бізде 49-ші приказда, нақты медсестра 49-90-ші приказда, жалпы поликлиниканың жұмысы, жалпы система сол жерде жазылған. Сол жерден оқып алсаңыздар болады. Енді участкалық терапевтте 2 медсестра болады, участкалық педиатрда 2 медсестра беріледі. Енді ВОП врачтың пациентті қабылдау уақыты 15 минут. Ал первичный пациент болса 20 минутқа дейін созылуы мүмкін. Яғни сіздің пациенттер алдын ала сізге приемға осылай жазылып келеді, әрбір 15 минутта жазылып тұрады. Мысалы, сіздің жұмысыңыз сағат таңертең 8-де басталып түскі 2-ге дейін болатын болса, әр 15 минут сайын сізге бір пациент кіреді. Яғни сонда бір сағатта 4 пациенттен қабылдау керек. Енді жалпы пациент қабылдау уақыты 5-6 сағат, әр жерде әртүрлі, бірақ минимум ең аз 5 сағат болады. Обычно бізде қазір 6 сағат прием. Мысалы, таңертең біз 8-де баратын болсақ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 түскі 2-ге дейін отырамыз. 2-ден кейін мысалы келесі врач келіп отырады. Ол келесі врач 2-ден мысалы кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды деген сияқты. Жалпы поликлиниканың жұмыс уақыты таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін. Бірақ бұл сіз, яғни жұмыс уақыты осы 12 сағат болғандықтан, сіз 12 сағат бойы приемда отырады деген сөз емес. Сіздің прием уақытыңыз мына жерде жазылған 5-6 сағат. Мысалы, сіз таңертең 8-де жұмысқа барасыз, одан кейін жаңағы приемға жазылған бойынша пациенттер кіреді, сіз приемды жүргізесіз. Одан кейін егер сізде
вызов түсетін болса, мысалы жатулы пациенттер бар, иә, одан кейін диспансерный пациенттер бар, өзі приемға келе алмайтын пациенттер сізді үйге вызовқа шақырады, немесе патронаж, иә, мысалы новорожденныйлар роддомнан шыққаннан кейін патронажға бару керек. Сол кезде егер сондай вызовтар бар болатын болса, сіз сол екіде шыққаннан кейін сол вызовқа барасыз. Ал егер вызов түспеген болса, сіз документация жұмыстарымен айналыссаңыз болады, немесе толықтай жұмыстан қайтуға болады. Енді ВОП врачтар қандай жұмыстар жасайды, сол туралы жеке-жеке мына жерде полный бір жазылған, одан кейін әрбір неме жеке-жеке тоқталатын боламын. Ең біріншісі ол барлығы айтатын ол пациент, обычно пациентті қабылдау, иә. И біз пациентті қабылдаған кезде пациентке диагноз қоямыз және міндетті түрде амбулаторный назначение береміз. Сонымен қоса пациентке біз уақытша жұмысқа жарамсыздық қағазын береміз, направлениялар береміз. Ол қандай направление керектігін оны біз өзіміз анықтаймыз, иә, пациентке диагноз қойғаннан кейін. Одан кейін госпитализация, ол госпитализацияның қай түрі, бұл пациентте госпитализацияға показания бар ма жоқ па, қашан салыну керек, қалай дайындалу керек, соның барлығын бізде ВОПтар жасайды. Одан кейін пациентті порталға қою, операцияға дайындау пациентті, выпискасын жазу деген сияқты жұмыстар, және инвалидностьқа дайындау, пациенттің бүкіл обследованияны өткізу, диспансерный наблюдение, мысалы бірінші учетқа аламыз пациент, одан кейін сол диспансерный диагнозына байланысты постоянно шақырып отырамыз пациентті, және оны бесплатный дәрілермен қамтамасыз етеміз. Сол диагнозына байланысты, мысалы дәрілер әсер етпей жатыр деп айтса, онда сіз дәрілерін ауыстырып отыруыңыз керек болады. Сонымен қоса бізде скрининг және вакцинация жұмыстары, ЖФВ жұмыстары бар. Одан кейін вызовқа бару, активтерді жабу және патронаж. Енді барлығына мен жеке-жеке тоқталамын, әрбірі қандай жұмыс екендігін айтамын. Скрининг жұмысына келетін болсақ, бұл профилактикалық жұмыстар. Скрининг бойынша бізде толықтай 174 приказды оқып шықсаңыз болады, ол жерде подробно жазылған скринингтің қандай түрлері. Жалпы скрининг деген не? Скрининг деген ауруларды ерте сатысында анықтауға бағытталған профилактикалық медициналық тексеру. Яғни пациент ешқандай жалып жоқ, бірақ біз сол ауру пациентте жоқ па деп алдын ала тексереміз. Мысалы, біз обычно пациент келіп жүрегім ауырып жатыр деп айтқан кезде біз оны ЭКГ-ға түсіреміз ғой, иә. ЭКГ-ға түсіреміз. Мысалы, сүт безінде ауырсыну пайда болса, қандай да бөлімдері пайда болды деген жалпы пациент келсе, біз оны УЗИ жасаймыз сүт безін, немесе маммография өткізіп, одан кейін маммологқа жібереміз, иә. Ал енді бұл скринингте ол обычный приемнан разницасы, пациент ешқандай жалобы жоқ, мысалы сүт безінде ешқандай жалобы жоқ, ауырсыну жоқ, бөлінді жоқ, бірақ біз сонда да ол пациентті шақырып, оны біз маммографиядан өткіземіз. Ол пациентте сүт безінің қатерлі ісігі жоқ па деген подозрениемен жасаймыз, және егер пациентте бар болатын болса, оны біз ерте анықтап, лечениені ерте бастау. Енді бұның мақсаты қандай? Мысалы, кейбір диагноздар болады да, өзі определенный бір возрастта сол көбейеді, иә. Мысалы, 40-тан асқаннан кейін рак шейкі матки, мысалы сүт безінің қатерлі ісігі көбеюі мүмкін деген сияқты. Әрбір аурудың өзінің басталатын, андай ең жиі басталатын возраст болады. И біз соны ерте анықтауға мақсатында жүргіземіз да. И не үшін біз оны ерте анықтауға тырысамыз? Себебі онкология, әсіресе мысалы ең негізгі ауру бізде онкология. Скринингте онкологияны біз қаншалықты ерте анықтасақ, оны емдеу соншалықты оңай болады, былайша айтқанда. Себебі 3-4 степенде анықталған онкология метастаз берген болса, уже олар пациентте толықтай жазылып кетпейді, иә, өкінішке орай. Ал егер ол бірінші степенде анықталса, онда ол операция жасалынып, пациентте полный удаление жасалынады, одан кейін дальше химиотерапия алып, ол аурудан толықтай жазылып кетуі мүмкін. Менің практикамда өте көп пациенттер болған, мысалы сүт безінің қатерлі ісігінің бірінші осы скрининг кезінде бірінші степенмен анықталған, одан кейін дальше біз операцияға қойып, дальше пациентті химиотерапияға жіберіп, толықтай жазылып кеткен. Ал егер бір айырмашылығы, онкологияның бірінші екінші сатысында, мысалы, пациент ешқандай жалып болмауы мүмкін. Адамдар өздері мән бермей жүре беруі мүмкін. Жағдай қашан нашарлаған кезде, жағдай ауырлаған кезде ғана врачқа келеді да. И олар келген кезде, уже пациентті біз тексерген кезде, уже кеш болуы мүмкін, пациентті құтқару кеш болуы мүмкін. Сондықтан біз оны ерте анықтауға бағытталған. Мысалы, әрбір диагнозға байланысты әртүрлі болды. Рак шейкі маткида басқа обследование, сүт безінің қатерлі ісігін анықтауда басқа деген сияқты өзінің диагнозына байланысты зерттеу әдістері болады. Және солардың барлығы
қандай диагноз, қандай обследованиядан өтеді, неше жастан басталады, неше жылда бір қайталап тұрамыз, оның барлығы бізде осы 174 приказда жазылған, және осының барлығын бізде қамтамасыз ететін ВОП врачтар болып есептеледі. Мысалы, сізде жылдың басында список полный шығарып аласыз, қандай скрининг түрінен қандай пациент өту керек, және олардың барлығын сіз приемға келіп отырған пациенттерді сол скринингтен түріне өткізесіз. Егер ол пациент келмеген болса, онда медсестра звондап шақырып, солай жасаймыз. Яғни сіз 100% скринингті мысалы өту керек пациенттер 100% деп алатын болсақ, сіз бір жыл ішінде сол планды толықтай орындауыңыз қажет, және отчет тапсырып отырасыз. Енді келесі иммунопрофилактика. Иммунопрофилактика дегеніміз бұл жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында адамдарда жасанды иммунитетті қалыптастыру мақсатында жасалатын әдіс, былайша айтқанда прививка. Ол бізде основной жалпы основном бізде ол балаларға жасалады, прививкалар өзінің арнайы календарға сай. Енді сізде мысалы бала участа туылғаннан кейін сіз патронажға барасыз ғой, и ол баланы уже әрбірінің уақытына сай бізде медсестралар шақырып отырады, прививка шақырып отырады, и сіздің жұмысыңыз сол бала келген кезде оған прививка салуға бола ма, ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ па, егер анасы қарсы болса, соның прививка не үшін салынып жатқандығын түсіндіріп, олардың согласиясын алып, баланы тексеріп, одан кейін ол балаға прививочный кабинетте медсестра салады, прививканы, одан кейін дальше пациент баланы бақылап, солардың барлық жұмысты бізде ВОП врачтар атқарады. Сонымен қоса бізде взросларға салатын прививкалар бар, мысалы обычно грипп бол, грипп кезінде қазан айларында жасалынады. Осылардың барлығын бізде ВОПтар жасайды. Енді келесі жұмысына келетін болсақ, ол еңбекке уақытша жарамсыздық. Еңбекке уақытша жарамсыздық деген бұл арнайы пациент ауырған кезде соның ауырып жатқандығын куәландыратын құжат. Мысалы, адам жұмысқа баратын адам былай ауырып қалды, ол ауырып қалғаннан кейін мысалы бастығына звондап, мен ауырып қалдым, жұмысқа бармаймын деп айта алмайды, себебі оны ол адам қағазбен, құжатпен доказать ету керек. Былайша айтқанда, сол доказательствосы бізде еңбекке уақытша жарамсыздық қағаз болып табылады. Енді бұл жерде бізде қағаз бар, больничный лист бар, одан кейін справка бар да. Больничный лист бізде ол жұмыс жасайтындарға арналады, и ал оқитындарға справка береді. Мысалы, мектепте біз ауырып қалған кезде справка әкелдің ба деп сұрайтын еді ғой, сол справка бізде уақытша жұмысқа жарамсыздық анықтамасы. Енді сізге пациент келген кезде сіздің жұмысыңыз пациент расымен де ауырып тұр ма, оның сондай больничныйға шығуға показаниясы бар ма, солардың барлығын біз анықтаймыз. Одан кейін диагноз қойып, назначение бергеннен кейін пациентке больничный лист береміз бе, справка береміз бе, және оны неше күнге береміз, неше күнге созаламыз, осылардың барлығын бізде ВОПтар жасайды. Мысалы, сіз пациент келді, ОРВИ-мен сіз 3 күнге больничный аштыңыз, 3 күннен кейін сізге пациент келеді, және 3 күннен кейін сіз пациенттің состояниесін қарап, дальше мысалы неше күнге созу керек, жабу керек па, әлде созу керек па, соны анықтайсыз. Мысалы, тағы 3 күн созыңыз, одан кейін пациент келесі екінші приемға келген кезде сіз уже жаңағы несін үшінші рет келген кезде уже сіз больничный листін жауып, мысалы печатын қойып бересіз. Және бұл қағаз не үшін келеді пациенттер? Осы қағаз үшін, себебі осы қағаз апарған кезде ол жұмыстан себепсіз қалмағандығын доказать етеді, одан кейін сол жұмысқа шықпаған күндеріне ақша төленеді. Сондықтан енді келесі бізде ол госпитализациялар. Госпитализация дегеніміз ол стационарға пациентті былайша жатқызу, енді оның бірнеше түрлері бар. Мысалы, ең біріншісі ол жоспарлы және жедел. Жедел дегенді біз өте редко жасаймыз. Мысалы, основном сіз вызовтарға шақырған кезде, егер пациенттің жағдай ауыр болса, мысалы инфекционный ауру, біз барған кезде инфекционный ауру болады, ол кезде біз скорый шақырып, баланы скорый арқылы, егер стационарға показания болып тұрса, салып жібереміз, ал основной ондай жедел госпитализациялар пациенттер өздері шақырады, үйге скорый шақырады, мысалы түнгі кездерде, немесе экстренный жағдайларда, мысалы инфаркт, инсульт деген сияқты экстренный состоянияларда олар скорый шақырып, скорый өзі оларды жедел жәрдем арқылы апарып госпитализациялайды. Біздің основной госпитализация жасайтын түріміз ол жоспарлы госпитализация. Мысалы, өт қабында тас бар, және соны жоспарлы түрде алып тастау керек. Және жоспарлы госпитализацияның основной бізде бұл жұмысы, қандай жұмыс? Біз пациентті бірінші операция жасалыну қажет деген қағаз алуымыз керек, ол үшін біз жаңа пациентті, мысалы, былайша айтқанда, пациент сізге жалобпен келеді, оң қабырғасында ауырсыну, жүректің айнуы деген шағымдармен келеді. Одан кейін сіз оны
УЗИға жібересіз, иә, өт тасына күдіктеніп УЗИға жібересіз. УЗИға барған кезде пациентте тас анықталады және оның өзінің арнайы размері болады, иә. Операциямен емделетін түрлері болады, операциясыз емделетін түрі болады. Егер операциямен емделетін болса, онда сіз оны хирургқа жібересіз және хирург ол жерде операция жасалыну қажет деп жазып береді. Одан кейін ғана сіз оны аласыз да сол хирургтың узкий специалисттің заключениясымен уже пациентті порталға саласыз. Порталға саламыз, яғни мысалы біз поликлиникада жұмыс жасаймын, бізде областной больницада істейді операцияны. И областной больницаның мен бос графигына соны саламын. Одан кейін сол пациенттің состояниясын, яғни олар оны қабылдау керек қой, операция жасаймыз деп. Олар қабылдау үшін пациентті біз былайша айтқанда андай куәлігі болу керек та, расымен де бұл пациентке операция керек деген, ол бізде выписка қағаз. Ол выпискада біз полный пациенттің состояниясын, анамнез, жалобы, ауру анамнезі, өмір анамнезі, обследованиялар, солардың барлығын толтырып выпискасын саламыз жаңағы комиссия арқылы. Одан кейін олар тексереді, одан кейін оған пациентке датасын береді. Және біздің жұмысымыз сол датасын алып, және түскен датаны пациентке хабарлап, және сол операция болатын күнге, мысалы мен қазір пациентті салдым, иә, мысалы 1 май салдым, және операция 1 июнда болады деп шықса, онда мен сол пациентті 1 июнға толықтай обследованияларын өткізуім керек. Мысалы элементарный операция жасаған кезде бізде гепатит, ВИЧ, сол анализде тапсырылады, общий анализ крови, моча, биохимия деген сияқты, иә. Егер ол АГ-мен учетта тұратын болса, онда кардиологқа жібереміз оған дейін, иә. Оған операция жасауға болады. Қарсы көрсеткіш жоқ деген справка алуымыз керек болады. Одан кейін пациентте жаңағы ФГЛС өту керек, иә, ас қорыту жүйесінде язва жоқ па деген сияқты. Сондай керекті обследованияның барлығын біз өткіземіз, направлениесін беріп өткіземіз. Одан кейін жаңа 10 күн қалғанда біз оны пациентті анализдерін тапсыртамыз. Соның барлығын распечатка жасап болып ғана пациент толықтай дайын түрде уже хирургқа жібереміз да. И хирургтың жұмысы тек қана сол жерде документтерін қарап, тексеріп, қабылдап алу және операциясын жасау, иә. Одан кейін ғана қайтадан сол жерде бірнеше күн болады стационарда. Одан кейін қайтадан ол пациентті выписка жасайды, шығарады стационардан. Дальше ол пациентті бақылау тоже біздің участковой врачтың жұмысы. Осының барлығы бізде жоспарлы госпитализация жатады. Одан кейін бізде стационардың өзінің бірнеше түрлері бар. Мен айтқан жаңа ол круглосуточный стационар, пациент прям жатып лечение алатын. Одан кейін бізде дневной стационар деген бар. Ол егер круглосуточный стационарға жатуға ешқандай показаниясы жоқ пациент, мысалы обычно созылмалы панкреатит деген диагноз, иә, немесе анемияның средний степені, бірақ инъекциялық түрде укол алу керек, иә. Сол кездерде біз пациентті дневной стационарға жібереміз. Дневной стационарда ол пациент прям жатып ем алмайды, тек қана күндізі барып назначениесін алып үйіне қайтады. Ол бізде 106 приказда жазылған толықтай. Одан кейін бізде стационарный адаму деген бар. Бұл пациент мысалы круглосуточный стационарға показания жоқ жатуға, бірақ өзі дневной стационарға келе алмайды пациент, күндері келе алмайды. Сондықтан біз оған стационарный адаму, яғни медсестра оның үйіне барып салады. Енді сізге пациент келген кезде, мысалы госпитализация сұрап келген кезде, сіз оның состояниясына қарап, пациентке мына стационардың қай түрі керек, және сіз анықтағаннан кейін сол не бойынша пациентті жіберуіңіз керек болады. Одан кейін бізде ВТМУ бар. Енді бұл күрделі тақырып, бұған тоқталмаймын. Жалпы бұл енді андай научный центрларда жасалынатын операциялар. Мысалы бізде қарапайым айтатын болсам, мысалы бізде травматологиялық бір операция бар, және мен оны областной больницаға жіберген кезде областной травматолог егер бұл операция бізде мысалы Қостанайда жасалынбайды, жасала алмаймыз деп айтса, онда біз оны Астанадағы Батпенов деген травматологиялық центрға жібереміз, және оған жіберу үшін ол бірнеше этаптардан өтеді. Біріншісі ол бізде Қостанайдан жаңа заключение керек болады, бұл Қостанайда жасалмайды операция деген. Одан кейін біз оны Астанаға жібереміз. Пациентті Астанада, я осы центрда мысалы операция жасалыну қажет деп травматологтың заключениясы керек болады. Одан кейін біз пациент келеді бізге, біз оның документтерін жіберіп, выпискасын жібереміз және күтеміз деген сияқты бірнеше этаптардан өтеді. Бұл 238 приказда жазылған. Сонымен қоса бізде реабилитация және паллиативка деген нелер бар. Стационар түрлі, госпитализация түрлері бар. Ол бізде реабилитация, ол пациентті қайта қалпына келу, иә. Мысалы жаңағы инсульт алған пациент, инсульт алғаннан кейін немесе операция болған пациент қайтадан қалпына келу үшін біз оны бірнеше түр реабилитациядан өткіземіз, және оның барлығын бізде ВОП-тар жібереді. Одан кейін паллиативный лечение бар. Мысалы онкология жаңа 3-4 степені анықтадық. Ол пациент толықтай емделмейді, бірақ оның состояниясы дәл қазір ауыр, иә. Сол кезде пациенттің жағдайын жақсартуға бағытталған госпитализация түрін бізде паллиативный лечение деп айтылады.
Одан кейін бізде госпитализацияда мысалы оперативный мақсатта жібереміз, операция жасау мақсатында, немесе консервативный тек қана дәрімен емдеу мақсатында жібереміз. Осылардың барлығын бізде вуптар жасайды. Одан кейін келесі бізде диспансерный наблюдение. Диспансерный наблюдение дегеніміз не? Ол кейбір хронический аурулар бар, ол толықтай емделіп кетпейді. Мысалы артериальный гипертензия, элементарный мысалы ХСН, олар толықтай сахарный диабет мысалы толықтай емделіп кетпейді, және ол пациентті біз өмір бойы бақылауымыз керек. Біздің мақсатымыз қандай? Сол ауруда осложнение болып жатқан болса, соның осложнениесін ерте анықтап, және пациентке уақытылы көмек көрсету мақсатында, яғни инвалидностьтардың алдын алу мақсатында жасалынады. Енді бұл жерде бізде 149 приказда толықтай жазылған, әр диагнозға байланысты ең бірінші пациентте мысалы аг анықталды, кардиологқа барды, назначение бердіңіз сіз, одан кейін ол пациентті біз учетқа аламыз, воптар. Учетқа алғаннан кейін оның әр мысалы 3 айда немесе 6 айда бір өзінің ауырлық дәрежесіне байланысты келіп отырады сізге. Келгеннен кейін өзінің өтетін обследованиялар бар, мысалы кардиологқа бару, биохимия тапсыру, липидтерді тапсыру, одан кейін эхокардиография өту деген сияқты обследованиялар бар. Оның барлығы бізде 149 приказда жазылған. Осының барлығын кимиске енгізіп, сол пациент диспансерный бойынша сізге приемға келді ма жоқ па, солардың барлығын қамтамасыз ету бізде воптардың жұмысы. Сонымен қоса бізде 77 приказда сондай хронический ауру бар пациенттерге үнемі біздің государстводан бесплатный дәрімен қамтамасыз етеді. Мысалы аг болса агының дәрілері, сахар диабет болса сахар диабеттің дәрілері деген сияқты, және сол дәрілермен қамтамасыз ету, оларға рецепт шығарып беру, солардың барлығы бізде воптардың жұмысы. Енді келесі бізде медициналық социальный экспертиза. МСЭК инвалидность 260 приказ жазылған. Бұл пациенттерде инвалидность, бұл пациент мүгедек деген құжатты пациентке алып беру. Бұл мақсат не? Еңбекке жарамай қалған пациенттер бар ғой, оның өзінің степендері, бірінші группа инвалид, екінші группа, үшінші группа деген сияқты. Соның жұмысқа жарамсыз екендігін біз пациент былай да, негізі инвалидность бар пациенттер государстводан ақша алады, көмек. Себебі олар өздері жұмысқа жарамсыз, сондықтан оларды өздерін асырау үшін оларға мемлекеттен ақша беріледі, ол группасына байланысты. И сол пациент мысалы просто так барып, пациенттер мен жұмысқа жарамсызбын, жұмыс жасай алмаймын, маған ақша аударыңдар деп айта алмайды да. Олай официально ақша алу үшін, көмек алу үшін государстводан, бұл пациент расымен де жұмысқа жарамсыз, бұл пациент инвалид деген справкасы болу керек. Және ол справканы беру үшін біз пациентті медициналық социальный экспертизаға жібереміз. Және ол экспертиза барған кезде ол жақта солар анықтайды, пациентті тексереді, бұл расымен де жұмысқа жарамсыз ба, қаншалықты жарамсыз, нешінші группа, солардың барлығын анықтайды. Мысалы бұған бесплатный нелер берілу керек, мысалы коляска беріледі деген сияқты, солардың барлығын анықтайды. Және ол комиссияға жіберу үшін біз пациент толықтай дайындаймыз. Мысалы пациент біріншіден больничныйда болады, ең бірінші пациент келген кезде больничныйда болады. Ол бірнеше ай, мысалы 4 ай бойы сол аурумен емделеді, УЗГ-ға барады, порталға қоямыз, операция жасалынады, лечениесін алады деген сияқты. 4 ай бойы созылып кетті, бірақ пациентте ешқандай эффект болмай жатыр, ол ауру толықтай жазылмай жатыр, және пациент жұмысқа шығатындай состояниеде емес. 4 айдан асып кеткеннен кейін ғана бұл пациентте уже инвалидностьқа бола ма толтыруға, мысалы инвалидность беріле ма бұл пациентке, уже сол бойынша ВКК арқылы, сіз ВКК-мен келісу арқылы дальше пациентке инвалидность толтырасыз, яғни 031 форма. Ол 031 формада сол пациенттің инвалид ба жоқ па, соны көрсететін барлық обследованияны өтуіңіз керек. Мысалы КТ, МРТ, эхокардиография, кардиолог, травматолог, онколог, хирург деген сияқты өзінің диагнозына байланысты обследованияларды өткізесіз. Одан кейін барлығын толтырып болғаннан кейін уже пациентті комиссияға жібересіз, документтерді жібересіз. Одан кейін ғана уже пациентке инвалидность беріледі. Ол инвалидность берілгеннен кейін определенный уақытқа беріледі, мысалы 2 айға, 2 жылға, немесе 6 айға, 1 жылға, немесе пожизненно деген сияқты да. И ол мысалы 2 жылда уақыты бітіп қалса, 2 жылдан кейін қайтадан келеді, и сіз қайтадан оны жібересіз деген сияқты өзінің арнайы жұмыстары бар. Одан кейін бізде учаскалық дәрігерлерді үйге шақыру қызметі. Қазір көбісі айтып жатыр, мысалы вызовтарды алып тастады деп. Но мысалы солай айтылғанымен әлі де врачтар вызовқа барып жатыр. Мысалы сізде жаңа онкология, бір пациент онкология анықталды да, ол пациент полный лежачий болып қалды да, сізге приемға мүлдем келе алмайды. Және оған пациентке инвалидность толтырылу керек, мемлекеттен жаңа қосымша жәрдемақы алу үшін. Енді ол пациент мысалы бізде участковыйларда вызов алып тастады деп біз бармай отыра алмаймыз. Ол пациентке біз үйіне барып, уже пациентке прием жасауымыз қажет болады. Сонымен қоса бізде жаңағы патронаждар бар, соларға байланысты барамыз. Патронаждар
основном бізде ол бала туылған кезде алғашқы 3 күн ішінде роддомнан шыққаннан кейін патронажға балаға бару. Жалпы сонымен қоса бізде ЖФВ бар және прегравидарная подготовка бар. ЖФВ дегеніміз бұл фертиль жастағы әйелдер деген сөз. Яғни сіздің учаскаңызда бала босана алатын жастағы, репродуктивті жастағы әйелдерді сіз жылына бір рет тексерістен өткізуіңіз керек. Мақсат не? Егер бұл әйел жүкті болатын болса, болашақта соның денсаулығы сол жүктілікке дайын болу үшін, былайша айтқанда қауіпсіз жүктілік ананың және баланың денсаулығына байланысты. Мысалы 35 жасар әйел бар, и оны біз шақырамыз, одан ол пациентте біз әйелдерді 5 группаға бөлеміз. Бірінші сол дені сау әйелдер, екінші группа бізде экстрагенитальный заболеваниясы барлар, мысалы, яғни генитальный жүйеден басқа, жыныс жүйесінен басқа жүйеде аурулар бар, мысалы АГС, сахар диабеті, немесе хронический пиелонефрит деген сияқты сондай аурулар бар. Үшіншісі ол бізде гинекологиялық аурулар бар пациенттер, мысалы эрозия деген сияқты, одан кейін төртіншісі и гинекологиялық ауру, и басқа жүйесіне қосылған екі ауру, біріне қосылған аурулары бар, төртінші группа. Одан кейін бесіншісі социальный группа. Яғни сол әйелдердің барлығын группаға бөліп, егер ол пациентке жүкті болуға мүлдем болмайтын противопоказан болса, мысалы 2В деген группа, мысалы ревматоидный артрит, мысалы ондай пациенттер постоянный гормон ішеді, оларға жүкті болуға болмайды. Сол кезде біз ол пациенттерден және социальный группа, сол екі топты біз міндетті түрде контрацепциямен қамтамасыз етуіміз керек. Сол жасалынды ма жоқ па, соның барлығын бақылауда алатын бізде ВОП дәрігерлер. Ал енді сізге келген әйел, мысалы ЖФВ бойынша келген әйел, 25 жаста қыз әйел, мысалы ол толықтай дені сау болса және ол жүкті болуды жоспарлап жатқан болса осы жылы, онда біз оны прегравидарный подготовкадан өткіземіз. Яғни бұл алдын ала жүктілікке дайындықта, мысалы жаңағы өзінің приказ бойынша 92-ші приказға кірсеңіздер, обследованиялар бар, өзін өтетін сол обследованиялардан өтіп алдын ала жүктілікке дайындалады. Сонымен қоса міндетті түрде бұл мынау барлығы документация жұмыстары, одан кейін бізде пациентке диагноз қою және емдеуді білуіміз қажет. Ол үшін біз барлығын протоколға сай жұмыс жасауымыз қажет. Ал біз жалпы пациенттерге дұрыс диагноз қоя алуымыз үшін ең бірінші аурудың механизмін түсінуіміз керек, патофизиологиясын. Ал оны түсіну үшін бізге анатомия, физиология, гистологияны түсіну керек. Одан кейін пациентке дұрыс назначение беріп, қорықпай назначение беру үшін бізге фармакологияны түсіну керек. Одан кейін дәрілерді берген кезде біз дәрілердің нақты дозировкасын білуіміз керек, балаға қандай, жүктіге қандай, взрослыйға қандай. Және сіздің практикаңызға келетін барлық аурудың сіз назначение емін білуіңіз керек. Себебі, мысалы, пациент сізге элементарно агымен келген пациент, мысалы, біз Қостанайда поликлиникада кардиологтарға бару үшін пациенттер 1 ай уақыт күтеді. Яғни сізге пациентке жалпымен келген кезде сіз оған 1 ай бойы күтесің деп айта алмаймыз. Бір күннің өзінде, мысалы, 7-8 пациент агымен келеді, элементарно. Сонда бір аптада ол қанша болады? Мысалы, 50-ге жақын пациент келуі мүмкін да. Бір аптаның ішінде, мысалы, сіз оның барлығын кардиологқа күтесің деп айта алмаймыз. Сондықтан барлық аурудың біз амбулаторный лечениясын білуіміз қажет. Яғни узкий специалистке барғанға дейін хотя бы назначение бере алуымыз қажет. Жалпы мен осылардың барлығын ВОП жұмысы деген курсты үйретемін. Ол курста ВОП жұмысы 0-ден бастап үйретіледі. Яғни сіз мүлдем білмеймін деген этаптан мен толықтай жұмысты білемін, жасай аламын, даже 2 участокта бірдей жұмыс жасай аламын деген деңгейге жетесіз. Яғни диагностика, лечение, аурулар, емдеу, документтер дұрыс толтыру, приказдарға сай жұмыс жасау, соның барлығы осы курста үйретіледі. Курста негізі бізде документация и нозология деген 2 бөлім бар. Жаңа айтылған документация бөліміндегі жұмыстардың барлығы осы бөлімде үйретіледі. Ал нозология бөлімінде ВОП врачқа жалпы приемда келетін 95% аурудың барлығыны дұрыс диагноз қою және емдеу нақты көрсетілген. Сонымен қоса бізде бонус ретінде арнайы шаблондар және дайын ем схемасы, кітапшасы беріледі. Ал жалпы мына жерде барлығы модульге бөлінген. Мысалы, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, зар шығару жүйесі, анализдер талдау деген модульдер бар. Жалпы егер курс туралы толықтай ақпарат алам десеңіздер, мен описаниеда сілтеме қалдырдым. Сол сілтеме арқылы біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сонымен қоса, қандай видеолар күтесіздер, қандай тақырыпта видеолар күтесіздер, сол туралы комментарийға жаза кетіңіздер. Мен келесі сол тақырыптарға видео түсіретін боламын.